Қатысушылар, мемлекет басшысы елбасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында табысты болудың ең іргелі басты факторы білім екенін әркім терең түсіне білу керек. Жастарымыз басымдық беретін межелердің қатарында білім әрдайым бірінші орында тұруы шарт. Білімге деген балалардың құштарлығын, ізденісін, қызығушылығын, табысқа жетудегі бәсекелестік қабілеттерін арттыру, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, көпшілік алдында еркін сөйлеуге, өз білімін көрсетуге, шығармашылықпен еңбек етуге дағдыландыру, өзін-өзі басқаруға, ұйымшылдыққа, адамгершілікке, қайырымдылыққа, өмірге шынайы көзбен қарап, өз тағдырларына өздері иелік ете. 8-ші Б сыныбы Алтынбай тобы, 2-ші топ цифрлы жұлдыздар 8-ші А сыныбы. Бүгінгі біздің топтар арасындағы интеллектуалды ойын сайысымыздың ойындарымыз әрбіріміз. Чумаев Нұрсұлтан Диханбайұлы, Есенова Аружан Болатқызы. Алды сайыстың кезеңдерімен таныстырып өтейік. 5 бөлімнен тұрады. Бірінші топтардың таныстыруы, кейін танысайық. 2-ші сұрақ жауап, 3-ші тапқанға табыс, логикалық сұрақтар және информатиканың тарихтан сұрақтар болады. Одан бірінші кезеңді бастайық. Кейін танысайық кезеңінде Алтынбай тобы өз топтарын таныстырып өтсе. Болашақтың ұрпағымыз білімді, сайыста көрсетпек біз мектепте алған білімді. Басқаратын программа. Жанерке. Операция жүйе өте дұрыс. Ерсін. Дұрыс. Ретімен атаймыз. Назерке. Бит-байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт. Дұрыс. Компьютер арасындағы байланыс. Дұрыс. Келесі арналған программа. Дұрыс. Архивтік программалар. Қандай архивтік программалар? Білеміз, Ерсін. Винрам, жетізіп, винзіп. Өте жақсы. Алау тілі. Біз өтіп жатырмыз. Ерсін. Python, Java, C++. Өте жақсы, Ерсін. Математика алгоритм ұғымын енгізген кім? Цифрлы жұлдыздар. Ерсін ба? Хорезми. Өте жақсы, дұрыс. Жылы француз математика қосу машинасын 19 жасында құрастырған, ол кім бізде? Аян. Дұрыс. Мақалдарымызды біз информатика пәніне байланыстырып, құрастырып, мақал сайысын бастайық. Жігітті компьютеріне қарап бағала. Жігітті досына қарап бағала. Алады. Жауапта 2 топқа да, 2 топ бірдей жауап берді дейік, бірін-бірі жөндеп. Дұрыс. Компьютердің жұмысын иесіне мәлім. Аттың сыры иесіне мәлім. Дұрыс. Антивирусы күштілі вирус ала алмайды. Жанерке? Жау алмайды деп құрастырамыз. Дұрыс. Болғанша 10 ноутбугың болсын дейді. Бірінші болғанша 100 досың болсын. дұрыс. Логикалық сұрақтар. Бірінші сұраққа мектептегі сайыста Айнаш басынан санаса да, соңынан санаса да 5-ші орында тұрады. Сайысқа неше адам қатысқан? Жауабы 9. Не, көтереміз бала. Қазір көтеріп айтыңдар. Әр бұтада 4 алма өсіп тұр. Барлығы қанша алма? Назерке? Кім жауап береді? Айдана? Алма өспейді. Дұрыс. Алма түсіріпсің ғой, е? Түн боран соқты дейді. Неше тәулік боран соқты? Кім жауап береді? 4.
сегіз Қанша күндесіз ба? төрт Неше тәулік? Төрт тәулік. Аян дұрыс жауап берді, 4 тәулік. Айжан мен Маржан. Отырудың теріс аспектілері қандай? Көздің ауруы, омыртқа жотасының қисаюы. Және де тағы да қосып кетуге болады, қан ұйып қалу деген сияқты. Теріс әсер. Иә, теріс әсерлер бізде. Көк асықты аламыз ерсін. ақпараттық өлшем бөлігін өсу ретімен атап. Ақпараттың өлшем бірлігін өсу ретімен атап, жаңа да осы сұрақ бізде. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт. Аха, жақсы. Ал. Менде бұл жоқ. Компьютерлік желілер ақпаратты тарату ортасынан қалай бөлінеді? Компьютерлік желілер ақпаратты тарату ортасына қарай. Иә, желілер бізде Екіге. дұрыс. Қандай Желілер және желісіз. Сымсыз. Өте дұрыс, сымсыз болып көрінеді. Назир. Excel'де қанша жол және бағам бар? Excel'де бағам 16.384, ал жол 1.48576. Жақсы. Дәрісіміздің 5-ші кезеңі кім жылдам кезеңінде практика жүзінде есептер шығарамыз. Қай топ бірінші болса, бірінші ұсынып, нәтижесін қорғаймыз. бір және F1 дегенін салдық. Арифметикалық ортасы. Оны есептеп өткенше біз оны средоточие орташа арифметикалық ортасын салдық. Тілде айтқанда соның адресін жазып, ода орташа шамамен 243 мың шықты, ал Асылбековтікін санағанда 3325 шықты, ал Мамаровтікін санағанда 335 мың шықты. Яғни шағының орташа алыс жұмысы осы кестеге Excel'де салып есептесек болады. Аяқтадық, өте жақсы. Енді бүгінгі сайысымызды осымен аяқтаймыз. Ешқашанда бәрін білемін, енді маған бұдан артық үйренетін ештеңе жоқ деп санаушы болма деген. Әділ қазыларменен ақылдаса отырып, ортақ ұпайды шығардық. Бірінші кезеңде оқушылар өзін-өзі таныстыруда екі топқа да 5 балдан бердік. Екінші кезеңде сұрақ жауаптан бірінші топ тек бірақ сұраққа ғана жауап берді. Екінші топ 6 сұраққа жауап берді. Сонда екінші топ 30 сұраққа жауап берді, яғни 30 балалы отыр. Бірінші топ екінші кезеңде 5 балалы отыр. Ал үшінші кезеңде 10 бал менен белгіленеді екен. Бұл тапқанға табыс дегенге 20 бал бердім. Бірінші топқа, екінші топқа 20 бал, екеуі де тең болды. Ал төртінші кезеңде керісінше бірінші топ жылдам болды, сондықтан ол топқа жалпы ұпайын санай салайын, 55 бал алды, ал екінші топ 40 бал алды. Алтын сақау ойынында екінші топ алда болды, 30 ұпай бердім, ал бірінші топқа 20 ұпай бердім. Соңғы 5-ші кезеңдегі тапсырмада екі топта өте жаңағы берілген тапсырманы тамаша орындады.
бірақ алайда екі оқушы бірдей дұрыс есеп шығарып бергеннен кейін екінші топқа 20 балл, бірінші топқа 10 балл берілді. Сонда ортақ есеппенен бірінші топ 115 балл алды, екінші топ 145 балл алды. Жарыста жеңіс те болады және жеңіс те болады. Оқушылар сондықтан әрине алдағы уақытта бұдан да мықты білімдерді көрсетеді дегенге сенеміз. Сондықтан әділ қазылармен ақылдаса келе екінші орынды біз Алтынбай тобына бердік.